тікелей эфирдегі хабарымызда одан әрі жалғастырамыз. Мемлекет басшысы дамытуны жастардың потенциалы ерекше екенін айтып, президенттік жастар кадрлық резервін құруға тапсырма берген болатын. Бұл жастар жылы аясында білімді әрі дарынды отансүйгіш жастарымызға берілген айрықша мүмкіндік. Нақты қолдау. Ал бұл жобаға кімдер қатыса алады? Жобаның аймағымызда жүзеге асуы қалай? Осы және өзге де сауалдардың жауабын қонақжайымызға жайғасқан мейманымыздан сұрап білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті басқармасының басшысы Еркебұлан Сарымбетов. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз бен қосар пікірлеріңіз болса мархабат. Байланыс телефоным 279020, қала коды 7242. Жаңа күн төріне қош келдіңіз, Еркебұлан мырза. Мінекей жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа алғаш рет жолдау жариялаған болатын. Енді жолдауда мемлекеттік басқару институттарының нығаюына баса назар аударылып, халықпен тиімді кері байланыс орнату қажеттілігін айтты. Яғни бұл осыған орай мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін арттыру үшін бұл жас кадрларды тарту қажеттігін тапсырды. Енді осы тұста Еркебұлан мырза, бүгінде облысымызда мемлекеттік қызметке жас кадрларды тарту қалай жүзеге асуда? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Жалпы бүгінгі күні мемлекеттік қызмет бір жабық құрылым емес, ол өте қолжетімді деп айтуға толық негіз бар. Мемлекеттік қызметке іріктеудің 3 сатысынан оң нәтижеге ие болған азаматтар, кез келген азамат мемлекеттік қызметші бола атанылады. Мәселен айтатын болсақ, жастарды мемлекеттік қызметшіге қызығушылығын арттыру мақсатында біздің департаментпен ұдайы тиісті шаралар атқарылып келе жатыр. Жыл басынан бері біз бірнеше рет ашық есік күндерін өткіздік. Ашық есік күндерінде білім беру ұйымдарын, оқушылары, студенттері келіп біздің департаменттің жалпы жұмысымен танысуға, мемлекеттік қызметке кіру тәртібімен, тестілеуден өту тәртібімен, оған қалай өтініш беру керек екенін, қалай қатысып, қалай кіріп шығу керек екенін барлығын ертең өз көздерімен көріп, ертеңіне танысып шығуға мүмкіндік алды. Одан бөлек биылғы жылы біз барлық аудандардың орталықтарында бос жұмыс орындарын жәрмеңкесін өткізген болатынбыз. Сол жәрмеңкелерде мемлекеттік қызметтегі де сол аймақтардағы мемлекеттік қызметтегі бос жұмыс орындары халықтың назарына ұсынылды. Қызығушылығын білдірген азаматтарға біз барлық мемлекеттік қызметке кіру тәртібі туралы толық түсініктеме беріп жүрміз. Мұнымен шектелмей, біз тұрақты негізде біздің облыс орталығында, аудандарда орналасқан университеттер бар, облыс Қызылордадағы және де аудандарда орналасқан колледждердің барлығын аралап шығып, барлығын сол жақта білім алып жатқан жастармен кездесіп, олардың мемлекеттік қызметке деген пікірі қандай екенін, соның біліп, қызығушылығын біліп, оларды мемлекеттік қызметке шақыру мақсатында біз тиісті түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз. Соның салдарынан болу керек, биылғы жылдың өзінде жалпы конкурспен нәтижесімен қабылданған 87 азаматымыздың 60%-ға жуығы жастар, яғни мемлекеттік қызметке алғашқы қабылданушы. Жылдан жылға өсіп келе жатыр. Өткен жылдың өзінде ол 50% ғана болатын. 16 жылдары бұның көрсеткіші мүлдем төмен болатын. Жылдан жылға біз оң тенденцияны байқап келе жатырмыз. Жастардың, жас мамандардың мемлекеттік қызметке қызығушылықтары артылып келе жатқанын. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметшілердің саны қанша, олардың арасында жастардың үлесі жайлы айтып өтсеңіз? Бүгінгі күні біздің аймағымызда мемлекеттік органдарда 3,5 мыңнан астам мемлекеттік қызметші қызмет етіп келеді. Нақтырақ айтатын болса 3566 бүгінгі күні олардың саны. Олардың 600-ге жуығы, немесе 16,4% бүгінгі күні жастар. Бұдан да бөлек 30 және 39 жас аралығында 1200-дей мемлекеттік қызметші қызмет етіп келеді. Енді жолдаудың алғашқы тарауы бұл заман талабына сай тиімді мемлекетке арналады. Ал бұл үшін мемлекеттік қызметшілердің заман талабына сай болуы өте міндетті, қажет. Енді мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бағытында жалпы бүгінгі таңда сіздер қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар нақты? Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін 3 жыл сайын біліктілігін арттырып отыру қажеттілігі жалпы бұған дейінгі 100 нақты қадам ұлт жоспарында да белгіленген болатын. Кейіннен бұл біздің 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңында да өз көрінісін тапты. Осылайша біздің өңіріміздің мемлекеттік қызметшілері кемінде 3 жылда кемінде 1 рет біліктілігін артып келе жатыр. Биылғы жылдың өзінде біз 319 мемлекеттік қызметші Қазақстан Республикасы президент жанындағы басқару академиясының облыстық филиалының негізінде білім алған болса, оның ішінде 74-і біліктілігін арттыру курстарынан 245 қайта даярлаудан өткізілді. Одан бөлек айтатын болсақ, біздің өңіріміздің мемлекеттік қызметшілері тиісті санаттағы лауазымдағы азаматтар академияның өзінде де білімдерін артып келе жатыр.
Айта кету керек, бүгінгі күні 3,5 мың мемлекет қызметшінің 93% жоғары білімді болса, 9 ғылым кандидаттары мен докторлары бар бізде, және де 19 академияның түлектерімен 6 болашақ бағдарламасының түлектері қызмет етіп келеді. Жақсы нәтиже, жақсы көрсеткіш. Президенттік кадрлық жастар резерв жобасы туралы айтып өтсеңіз, және де оған қойылатын талаптар. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сайлауалды бағдарламасында да жуырда ғана Қазақстан халқына жолдаған алғашқы жолдауында да қазіргі заманның талабына сай келетін, кез келген әртүрлі жағдайларға, қазіргі заманауи трендтерге тез бейімделе білетін жаңа формациядағы басшылардың басшылық құрамын қалыптастыру қажеттілігін атап өткен болатын. Осы ретте біздің агенттікпен жастар президенттік кадр резерві бастау алды. Осы қабылдау жұмыстары қазір 1 қыркүйектен бастап жүргізіп жатыр. Жалпы енді бұл жобаға кімдер қатыса алады? Тек мемлекеттік қызметшілер ғана қатыса ма, қалай? Жоқ, жалпы бұл мен айтып өтетін болсам, бірнеше ғана талап қойылған осы үміткерлерге. Жоғары білімді, кез келген еңбек өтілі 5 жылдан кем емес, жасы 35-ке, құжат тапсыру сәтінде 35-ке толмаған, және де тиісті тұлғалардан өзінің ұсымдық хаты бар, кез келген Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады оған. Құжат қабылдау осы жобаға іріктеуді адами факторлардың қатысын жою мақсатында объективті көзқарас болу үшін ПК резерв сайты іске қосылды, ПК.kz сайты іске қосылды. Құжат тапсыру үшін кез келген азамат, жаңағы талаптарға сай келетін азаматтарымыз сол сайтқа кіріп, өздерінің аты жөнін, ЖСН-ін жазып, басқа да байланыс деректерін толтырып, тиісті өздерінің кабинетіндегі барлық деректерді жақсы толық толтырып, өтініш беруге және қатысуға құқылы. Жастар кадрлық резервіне кірушілердің белсенділігі жайлы айтып өтсеңіз, және де осы бүгінгі күні күнделікті сол мен айтып өткенде жаңа pkreserv.kz сайтынан іріктеу нәтижесі деген бөлігі бар. Сол жерді қарап отырсаңыз, жалпы республика бойынша бүгінгі қанша азамат қатысуға ниет білдірді, және оның ішінде қанша азаматы құжаттары талапқа сай болып, іріктеу кезеңіне жіберілген. Қыркүйектен бастап бірінші құжаттарды өтінімдерді қабылдап, қыркүйек айының 1-нен бастап 30 аралығында. Қазір қанша үміткер тұр енді, қанша үміткердің құжаттары? Бүгінгі күні 2700-дей, кешіріңіздер, 2700-дей азамат құжат уже шамалақ болып болған, сонда бас аяғы осы бір аптаның ішінде 2700-дей азамат уже осы жоба қатысу үшін өтінімдерін тапсырып отыр. Тағы айтар қосарыңыз бар ма? Жалпы іріктеу кезеңі 5 кезеңнен тұрады. Біріншісінде талаптарға сай келген азаматтар, өзінің өтінімдерін дұрыс толтырған азаматтар тестілеуден өткізіледі. Қабілетін тестілеуден, одан кейін тестілеуден верификациялау деген кезеңі бар. Одан оң нәтиже алған азаматтардың әлеуеті бағаланады. Әлеуетін бағалану кезеңнің өзі 3 сатыдан тұрады. Ол жерде эссе жазу, өзінің жобалық жұмысын ұсыну және өзінің жеке қасиеттерін бағалау сатыларына. Осы кезеңдерден оң нәтиже алған азаматтарымыз біздің сараптамалық комиссиядан мүшелерімен әңгімелесуге түседі. Одан кейін осы комиссияның оң қорытындысын алған азаматтар ұлттық комиссияның қарауына ұсынылатын болады. Ұлттық комиссиядан оң нәтиже алған азаматтарымыз осы Қазақстан Республикасының жас президенттік резервіне қабылданады. Өте алмаған жағдайда осы келесі турына өту үшін қанша уақыт өтеді? Келесі жылы қайта егерде келесі жылы қайта жарияланған жағдайда ол азаматтар қайта 2 рет тапсыруына болады ғой? Жоқ, биылғы жылға тек қана ол азаматтар 1 рет тапсыра алады. Жоқ, келесі жылы қайта тапсыруына әбден болады. Рахмет, енді Еркебұлан мырза, бағдарламамыз төріне келіп, осындай маңызды ақпарат бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз қашанда нәтижелі болсын, жемісті болсын дейміз. Аман сау болыңыз.